Бүкіл әлемде қара түс қайғының белгісі, бірақ Үндістанда керісінше. Олар жерлеуге ақ түсті киім киеді. Неге деп ойлайсың ба? Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Неге екені білгіңіз келсе, видеоны соңына шейін қараңыздар. Үнді мәдениетінде ақ түс тазалық пен рухтың тыныштығының белгісі. Бұл түстің мағынасы адамның өмірлік циклінің аяқталуы, яғни жанның бұл дүниеден кетіп, келесі өмірге өтуін білдіреді. Олардың сенімі бойынша адам өлген кезде оның рухы қайта туады. Сондықтан қайғырудан гөрі оны рухани сапарға шығарып салу керек. Ал ақ түс дәл осы рухтың бостандыққа ұмтылысын білдіреді. Батыс елдерінде қара түс қараңғылық пен мұңның символы болса, ал Үндістанда ақ түс рухтың жарыққа өтуін білдіретін қасиетті түс болып табылады. Сондықтан Үндістанда жесір әйелдер де өмір бақи ақ киім киеді. Бұл олардың өмірінің өзгергенін және рухани тазалыққа бет бұрғанын білдіреді. Яғни үнділер үшін өлім соңы емес, жаңа бастаманың нышаны. Сол себепті олар ақ түсті таңдайды. Бұл тазалықтың, үміттің және мәңгі өмірдің түсі. Әр халықтың түс туралы түсінігі олардың рухани дүниесінің көрінісі болып табылады. Осымен достар, пайдалы ақпаратпен таныстыңыздар. Видеомыз соңына жетті. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, каналдың дамуы үшін каналға жазылып және комментарийде өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Бұл ақпарат туралы сіз білген бе едіңіз, әлде білмедіңіз бе? Келесі видеоларда кездескенше.